Достар, бүгін өте дәмді әрі тез жасалатын тортильядан өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Мінекей осындай тортильяны аламыз, төртке бөлеміз. Осылай біреуін кесіп жатқан кезде қалғанын пакетке ыдысына салып қойыңыздар, кеуіп қалмау қажет. Осылай орап, тіс шұқитынмен осылай қыстырамыз. Тіс шұқитынмен осы жерінде қыстырсаңыз да болады. Қызып тұрған майға салып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Ақырындап тіс шұқитынды осылай аламыз. Ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен 25% қаймақпен қант ұнтағын қостым. Бұл салманы қайнатпалы креммен, сүзбелі ірімшікпен алмастырсаңыздар болады. Кондитерский мешокқа салып, әр тортильяның ішін осылай толтырып шығамыз. Және бетіне мен малина мен ежі малина қойдым. Осындай қышқыл жеміс тәтті десертпен жақсы үйлеседі. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.